Біз дәл қазір Қарашық өзенінің бойында орналасқан, Қазақстанда баламасы жоқ, жалпы Түркістандағы су жаңа экопаркқа келдік. Жақында ғана білесіздер. Жаңа ата заңымыздың қабылдауына байланысты осы жерде үлкен гала концерті өткен болатын. Жаңа конституция біздің болашағымыздың берік іргетасы. Ол заң мен тәртіпті нығайтып, халыққа сенім мен мүмкіндік береді. Ата заңымыз еліміздің айбарын арттырып, Қазақстанымыз мәңгілік жасай берсін. Рахмет. Қош келдік паркке. Қош келдіңіздер. Жалпы парк туралы айта кетіңізші, бұл парктың ерекшелігі қандай жалпы? Бұл парк Түркістан қаласындағы Қарашық өзенінің қасында орналасқан. Жалпы аумағы 50 гектар жер. Тұрғындарға қолайлы, келуге де қазір маршруттары бәрі жүріп тұр. Бұл табиғи парк, бұрадағы 10 мыңнан аса көшет егілген, және қасында Қарашық өзені өтіп жатыр. Бұл жерде 10 беседкамыз бар, балдар ойнайтын жер бар, және демалыс орындар бар. Жаңа отбасылық кештерге қолайлы істелген нәрселер бәрі. Өзеннің жаны, ағаштар бәрі табиғи. Енді рұқсат болса, аға енді қазір осы жерде жұмыс істеп жатқан жұмысшылардан сұхбат алып көрейік. Иә, болса. болды рұқсат. Неден бастайсыз, сосын немен аяқтайсыз жұмысыңызды? Адамда келгенде бірінші ағаштар суарамыз, сосын нелер төселген төсеніштер, жасыл желек. Соларды суарамыз, содан кейін суға ағаштарды баптау жағдайына қарау. Саябаққа келушілердің қарасы қалың екен. Солардың бірін сұхбатқа тартып көрдік. Мына кештен кеш, Құдай қаласа, бала-шаға немерелерді осы жерге демалуға келіп жатырмыз. Жақсы, керемет бәрі. Ойымыздан шығып жатыр. Бір мезгіл тыныш аз ауада демалып